Саламатсыздар ма, әлеуметтік желі қолданушылары? Бізге белгілі дерек көздер бойынша сарайшықта археологиялық тұрғыдан алғаш зерттегендер бұл патшалық Ресей кезеңіндегі ғалымдар. Олар 1834 жылы Карл Христиан Геббельс, 1861 жылы Алексей Алексеевтің зерттеулері болатын. Одан кейін кеңестік кезеңде 1937 жылы археолог Николай Арзютов зерттеу жүргізе бастады. Одан соң 1950 жылы Әлкей Марғұланның жетекшілігімен Батыс Қазақстан археология экспедициясы сарайшықта табысты зерттеу жүргізген. Бұл экспедицияның құрамында Героним Пацевич, Евгения Агеева, Анна Максимова және тағы да басқа елімізге танымал археологтар болды. Осы 1950 жылы Сергей Толстов жетекшілік еткен атақты Хорезм археологиялық этнографиялық экспедициясының мүшелері де сарайшықта болып қаланы зерттеген екен. 1973-1980 жылдар аралығында археолог Лев Галкин сарайшықты зерттейді. Оған атыраулық өлкетанушы Вячеслав Афанасьев те қолдау көмегін көрсеткен. Ал 1989 жылдан бастап Батыс Қазақстан археология экспедициясы Зейнолла Самашевтың басшылығымен сарайшықты зерттеудің жаңа кезеңін бастайды. 1996 жылдан бастап қала орнында кең ауқымды тұрақты археологиялық қазба жұмыстары жүргізіле бастаған. Экспедицияның құрамында Вячеслав Плахов, Мұхтар Қожа, Дөкей Тәлеев, Марат Қасенов сияқты қазіргі көптеген танымал археологтар болды. Экспедиция жұмысының нәтижесінде сарайшыққа арналған 3 ірі кітап, монография баспадан шықты. Бұдан соң 2017-2019 жылдары Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінің археология экспедициясы осы сарайшықта қазба жұмыстарын жүргізді. Одан кейінгі кезеңде осы сарайшық музей қорының археологтары қазіргі кезде қала орнындағы жүйелі зерттеулерін жүргізіп келе жатыр. Алдағы уақытта да жаңа зерттеулеріміз сарайшық тарихының бұрын бізге беймәлім болып келген қырларын ашады деп үміттенеміз.